Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін Қазақстан тарих пәнінен өтетін тақырыбымыз Қазақ хандығының әлеуметтік құрылымы. Сабақтың тақырыбын дәптерге жазып алдыңыздар. Зерттеу сұрағы: әлеуметтік топтар қазақ қоғамында қандай рөл атқарады? Сабақтың мақсаты: қоғамдық, саяси өмірдегі әлеуметтік топтардың қызметін сипаттау, хандықтағы әкімшілік құрылымының ретін анықтау. Сіздер өткен сабақта не білесіздер? Қазақ хандарының мемлекетті нығайтудағы рөлін анықтадыңыздар, көшпелілердің әскери өмірдегі жетістіктерін сипаттадыңыздар. Ең алдымен балалар БН сайтын пайдаланып, Қазақ хандығының әлеуметтік құрылымына байланысты бейнематериал көретін боласыздар. Дәстүрлі қазақ қоғамы ақсүйектер және қарасүйектер деп екіге бөлінді. Ақсүйектерге Шыңғыс ханнан тараған ұрпақтар төрелер жатты. Төрелерден хандар мен сұлтандар тарады. Жасақ заңы Шыңғыс ұрпақтарының билігін мәңгілік ету және олардың артықшылығын сақтауды негізге алды. Хан қазақ қоғамындағы мемлекет басшысы. Қазақ хандары Шыңғыс ханның үлкен ұлы Жошыдан тарайды. Хан мемлекеттік, әскери және азаматтық билікті иеленді. Ол мемлекетті басқарумен бірге әскердің бас қолбасшысы саналды. Сұлтандар ханнан кейінгі билікті иеленушілер, ұлыс басшылары. Сұлтандар ханның тірегі саналып, үлкен құрметке ие болды. Олардың арасынан хан сайланды. Сұлтандар жергілікті әкімшілік билікті атқарды. Сондай-ақ олар әскери биліктің де, сот билігінің де тізгінін ұстады. Қожалар ақсүйектердің екінші тобын құрады. Оларды асыл сүйектер деп те атады. Қожалар ислам дінін алғашқы таратушылардың ұрпақтары саналады. Қожалар ислам дінін насихаттаумен діни оқу ағарту ісімен айналысты. Билер қазақ қоғамында ерекше рөл атқарған әлеуметтік топ. Олар қоғамдағы аса маңызды лауазым иесі, белгілі әкімшілік аумақтық биліктің басшылары. Билер жан-жақты қызмет атқарған. Біріншіден, ол атына сай билік құрушы, әкімшілік құқығы бар лауазым иесі. Бұл тұрғыда билер белгілі бір өңірді билеуші тұлға. Екіншіден, билер соғыс жағдайында әскер басы, дипломатиялық, елшілік қызметтерде атқарды. Билер шешендік өнерімен, ақыл парасатымен ерекшеленген. Үшіншіден, билер даладағы сот ісін жүргізуші. Олар әдет ғұрып құқығының ғана емес, шариғаттың да білгірлері. Көшпелілер тарихында қазақтар кез келген жағдайда сыртқы жауға тойтарыс беруге дайын тұрды. Соғыс жағдайында халықты отанын қорғауға бастайтын ерекше әлеуметтік топ батырлар болды. Байлар қазақ қоғамындағы үстем тап өкілдерінің көпшілігі. Қазақ байлары ірі малдарының көптігімен ерекшеленді. Олар байлығының арқасында үлкен жайылымдар мен тоғандарға иелік еткен. Шаруалар қазақ қоғамының көпшілік бөлігін құрушы топ. Шаруа жеке басы тәуелсіз ерікті қоғам мүшесі. Шаруаның жеке шаруашылығы өзіне жететін мал жаны болды. Шаруалардың бір бөлігі егіншілікпен айналысты. Қолөнерді кәсіп қылған шаруалар да болды. Аңшылықпен және балық аулаумен күн көрген шаруалар да болды. Қоңсы шаруалар деп ауқатты ауылдарда байлардың, би сұлтандардың малын бағып, солардың көмегімен көшіп қонып жүрген кедей шаруалар тобын атады. Қазақ қоғамындағы ерекше әлеуметтік топтың бірі төлеңгіттер. Олар жаугершілік жағдайда нөкер ретінде хан, сұлтандар, билер мен батырлардың төңірегіне топтасты. Бейбіт кезде шаруашылықпен айналысып, салық жинаумен хабаршының жұмысын атқарды. Қазақ қоғамында үй шаруашылығымен айналысатын құлдар да болды. Олардың ешқандай құқығы да, еркі де болмаған. Алайда құлдықтан босату жағдайлары жиі кездескен. Мұның өзі қазақ қоғамында адамгершілік белгілердің жоғары болғанын көрсетеді. Сонымен балалар, біз бейне материалды көріп аяқталдық. Ал енді қысқаша конспект оқисыздар.
Балалар, қысқаша конспектімізді оқып болсақ, тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма балалар. Орнын тап, әр топты өзіне сәйкес келетін қалташаға сал. Міне балалар, бізде ақ сүйектер және қара сүйектер. Міне балалар, бізге топтар берілген. Осы топтарды сіздер үйлестіру керексіздер. Ақ сүйекке қай топ жатады, қара сүйекке қай топ жатады екенін. Балалар, бірінші тапсырманы орындап болсақ, екінші тапсырмамызды орындайық. Екінші тапсырма балы әлеуметтік топтарды қоғамдық қызметіне қарай сәйкестендіру. Сіздер дәптерлеріңізге 1-ден 7-ге дейін жазып, және әріптерді қойып шықсаңыздар да болады. Сонымен балалар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.